Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 20-шы сабақ дауыссыз дыбыстардың түрлері. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта дауыссыз дыбыс түрлерін ажыратуды үйренеміз. 5-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы дейді. Мәтіннің тақырыбы Гүлім мен Гүлсім. Бүгін анамыздың туған күні, жұмыстан келгенше сыйлық әзірлейік деді Гүлім. Дұрыс айтасың, бірақ әркім өздігінше дайындалсын деді Гүлсім. Келістік. Гүлім ауладан бақбақ пен раушан гүлін теріп, қоңыр құмыраға салды. Ал Гүлсім түрлі түсті қағаздан гүл жасап, сары құмыраға жиды. Әдемі болды. Анасы келгенде екі қыз сыйлықтарын алып, алдынан жүгіріп шықты. Таласып қалды. Мен үлкенмін, сондықтан мен бірінші беруім керек, деді Гүлім. Жоқ, мен үйде кішісімін, сол себепті мен бірінші беруім керек, деді Гүлсім. Екеуің де бірге сыйлаңдар, алтындарым, өйткені бірлік түбі береке, ниеттеріңе рахмет, деп анасы беттерінен сүйді. Бұртиып тұрған екі қыз жібіп, анасын туған күнімен құттықтады дейді. Балалар, енді тапсырмаларды орындаймыз. Анасының сөзі қыздарына қалай әсер етті дейді. Қарамен жазылған сөйлемдегі сөздерді дауысты және дауыссыз дыбыстарға ажырат дейді. Қараңыздар балалар, анасының сөздері екі қыздың көңілдерін жайландырды деп жазамыз. Қарамен жазылған сөйлем: Гүлім ауладан бақбақ пен раушан гүлін теріп, қоңыр құмыраға салды деген сөйлемдегі сөздерді біз дыбыстық талдау жасадық. Міне, қарап жазып алсаңыздар болады. Келесі жаттығу 6-шы өлеңді көшіріп жаз дейді. Не ыстық? Аспанда күн ыстық, ал жерде кім ыстық? Әке мен шешеміз, бәрінен тыныштық деген сөз тым ыстық дейді. Дәптерлеріңізге көшіріп алыңыздар. Аспанда күн ыстық деген сөйлемге дыбыстық талдау жаса дейді. Міне балалар, 6-шы жаттығу біз аспанда күн ыстық сөйлемдегі сөздерге жеке-жеке дыбыстық талдау жасадық. Жазып алыңыздар. Келесі 7-ші жаттығу жұмбақты оқып шешуін тап дейді. Түп нұсқасы халық аты, екі шеткі әрпін қысқартса қазақтың қарты дейді. Балалар, бұл жұмбақтың шешуі татар, яғни татар деген халықтың аты. Егер басындағы т мен соңындағы р әрпін алып тастасақ, ортасында ата деген сөз шығады. Қарт сөзіне мәндес сөздерді тауып сөйлем құрап жаз дейді. Қарт сөзіне мәндес сөз бізде қария, ақсақал, оған біз былай сөйлем құрадық. Мысалы, қарияның жолын кесуге болмайды. Ауыл ақсақалдарына сәлем беріп, батасын алып тұру керек деп жаздық. Келесі 8-ші жаттығу шығармашылық үзіліс, торкөздерде жасырынған туыстық атауларды тауып жаз дейді. Өзің қалаған бір сөзге дыбыстық талдау жаса дейді. Міне балалар, торкөздерге назар аударамыз. Бізде мынадай сөздер шықты. Іні, қарындас, ана, ата, әпке, немере, шөбере, аға, сіңілі, әже және әке сөздері. Және біз әпке деген сөзді алып, оған осылай дыбыстық талдау жасадық. Яғни әпке сөзі 4 әріп 4 дыбыс 2 буыннан тұрады. Ә дауысты жіңішке, П дауыссыз қатаң, К дауыссыз қатаң, Е дауысты жіңішке дыбыс. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.